сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің қыздар гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Калимбетова Гүлжан Абдуллаевна. Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайыздар. Оқу мақсаты пайызды символымен белгілеуді қолдану, пайыз бүтіннің 1/1 бөлігі екенін түсіну, бүтіннің бөліктерін пайызбен жазу. Балалар, сыйыл жазуын және пайыздарды қай жерде кездестіреміз? Сыйыл аудармасы қандай мағынаны білдіреді? Иә, балалар, сыйыл сөзінің аудармасы жеңілдік деген мағынаны білдіреді. Көбінесе дүкендерде, сауда орындарында кездестіреміз. Бүгінгі сабақта пайызды есептеп үйренеміз. Егер 1% дегеніміз санның 1/1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограммның 1%-ын қалай табамыз? Яғни балалар, 900 килограммның 1%-ын табу үшін 900-ді 100-ге бөлеміз. Неше болады? 9 әрине. 1%-ды табу үшін 9-ды 1-ге көбейтеміз. Мәні қанша? 9. Жауабы 900 килограммның 1%-ы 9 килограммға тең. Келесі 1800 теңгенің 1%-ын тауып көрші. Қане өздерің есептеп көріңдерші. 1800 теңгенің 1%-ын табу үшін 1800-ді 100-ге бөлдіңдер. Қанша шықты? 18. Оның 1%-ын табу үшін 18-ді 1-ге көбейттік. Мәні 18. Сонымен жауабы 1800 теңгенің 1%-ы 18 теңгеге тең екен. Өз жауаптарыңды салыстырып көрдіңдер ме? Тамаша, жарайсыңдар егер дұрыс шығарған болсаңдар. Бүтіннің 1%-ын табу үшін бүтінді теңдей 100 бөлікке бөліп, осындай 1 бөлігін алу керек. Мысалы, 500 килограммның 1%-ы табу үшін 500 килограммды 100-ге бөлеміз, оны біз 1-ге көбейтеміз. Мәні 500 килограммның 1%-ы 5 килограммға тең. Ал егер 1-ден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшеріне көбейтеді. Мысалы, 500 килограммның 3%-ын табу үшін 500-ді 100-ге бөлеміз, шыққан санды 3-ге көбейтеміз. Жауабы 500 килограммның 3%-ы 15 килограммға тең. Балалар, сендермен бірге домино ойынын ойнап көрейік. Тапсырма, бөлшектерді пайызбен сәйкестендіру керек. Ол үшін түрлі пішіндерді жұп-жұбымен анықтаймыз. Ал тексерейік балалар өз жұмысымызды. Тамаша, сендер бөлшектің пайызын таба алдыңдар. Ал балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Заттың пайызын табуға есептер шығарамыз. Дүкенге келген 4500 килограмм картоптың 5%-ы ғана сатылған. Болса, неше килограмм картоп сатылған? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін 4500 килограммды 100-ге бөлеміз, 5-ге көбейтеміз. Мәні 225 килограмм. Сонда дүкендегі келген 4500 килограмм картоптың 5%-ы 225 килограмм картоп сатылды. Енді дүкенде неше килограмм картоп қалғанын тауып көрейік. Ол үшін 4500-ден 225-ті азайтамыз. Мәні 4275 килограмм картоп, яғни дүкенде
қалды. Келесі тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Дескрипторы бүтіннің бөлігін пайызбен есептейді, неше килограмм сатылғанын анықтайды, неше килограмм қалғанын табады. Дүкенге келген 4500 килограмм картоптың 15% ғана сатылған болса, неше килограмм картоп сатылды, дүкенде неше килограмм картоп қалғанын табу қажет. Сендерге осы есепті шығаруға 10 минут уақыт беріледі. Ал есепті шығарып болсақ, тексерейік. 4500 килограммның 15%-ын табу қажет болған. 4500 килограммның 15%-ын тапқанда мәні 675 килограмм. Яғни дүкенде 675 килограмм картоп сатылды. 4500 килограммның 675 килограммы сатылса, дүкенде 3825 килограмм картоп қалды. Балалар, өз жұмыстарыңды тексеріңдер. Келесі ойынымыз шопинг ойыны. Сауда орталығында қысқы киімдер жеңілдікпен сатылуда. Сендерге тапсырма. Қысқы киімдерді сатып алуда неше теңге үнемдедің, неше теңгеге сатып алдың? Осы сұрақтарға жауапты табу үшін есепті шығарайық. Дескриптор бүтіннің бөлігін пайызбен табады, неше теңге үнемдегенін есептеп шығарады, неше теңге сатып алғанын есептейді. Балалар, дүкендегі бас киімнің бұрынғы бағасы 5000 теңге. Ол бүгін 20% жеңілдікпен сатылуда. Күртешенің бұрынғы бағасы 10 000 теңге. Ол бүгін 10% жеңілдікпен сатылуда. Аяқ киімнің бұрынғы бағасы 6 000 теңге. Ол бүгін 30% жеңілдікпен сатылуда. Балалар, осы тапсырманы орындауға сендерге 15 минут уақыт беріледі. Сәттілік! Балалар, өз жұмыстарыңды тексеріңдер. Сонымен балалар, есебімізді тексерейік. Бас киімді сатып алуда сен 1000 теңге үнемдедің. 4000 теңгеге бас киімді сатып алдың. Күртешені сатып алуда 1000 теңге үнемдедің. Күртешені сен 9000 теңгеге сатып алдың. Аяқ киімді сатып алуда 1800 теңге үнемдедің. Ал аяқ киімді 4200 теңгеге сатып алдың. Балалар, бүгінгі сабақта бүтіннің 100-ден 1 үлесі пайызды есептеуді, заттардың пайызын есептеуді және ол заттарды жеңілдікпен сатып алуды, үнемдеуді үйрендіңдер. Үй тапсырмасы. Алдыңғы дүниетану сабағында «Егер мен бизнес-леди болсам» атты тақырыпта ой толғау жазған едіңдер. Сен бизнес-ледисің. Өзіңнің қандай өніміңді жеңілдікпен сатар едің? Қанша пайыз жеңілдік жасайтыныңды ойластырып, есеп құрастыр және оны шығар. Балалар, бүгінгі өткен сабағымызға кері байланыс берейік. Дәптерімізге белгілейміз. Жасыл түс бүтіннің бөлігін пайызбен табуды, неше теңге үнемдегенімді есептей алдым. Сары түс заттың жаңа құнын анықтау қиын болды. Қызыл түс пайызбен есептеуде қателестім. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.